Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Бұл кісі суретші». Здравствуйте, дети! Тема урока «Этот человек художник». Бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздері, новые слова. Дарын, аудармасы талант. Үнемі, постоянно. Тұлға, личность. Туынды, произведение. Оқушылар, жаңа сөздерімізді дәптерімізге жазып аламыз. Бұл кісі Әбілхан Қастеев. Әбілхан Қастеев атақты суретші. Әбілхан Қастеев известный художник. Оқушылар, бүгін біз Әбілхан Қастеев туралы айтатын боламыз. Бірінші суретте бейнеленген балалар, бұл Әбілхан Қастеевтің музейі. Это музей Әбілхан Қастеева. Екінші суретте бейнеленген портрет, бұл Әбілхан Қастеевтің атақты туындыларының бірі түрксіб. Это известный портрет Әбілхан Қастеева, түрксіб. Мәтінді оқы, читайте текст. Оқушылар, мұқият тыңдаймыз, ученики внимательно слушаем. Әбілхан бала кезінен сурет салуды жақсы көреді. Әбілхан с детства любит рисовать. Бала кезінде ағаштан, тастан, адамдар мен жануарлардың суретін салған. В детстве он нарисовал людей и животных из дерева и камней. Ол таудың, жайлаудың, жануарлардың мүсінін жасаған. Он делал скульптуры гор, степей и животных. Әбілханның қылқаламмен салған көптеген суреттері бар. У Әбілхана много картин кистью. Ол табиғат көріністерімен портрет салды. Он нарисовал портреты природы. Алғаш салған туындылары түрксіб мектеп. Первые его работы түрксіб и школа. Ұлы тұлғалардың жас Абай, Шоқан Уәлихановтың да суретін салған. Также он нарисовал портреты великих людей жас Абай, Шоқан Уәлиханов. Әбілхан Алматы, Мәскеу қалаларында оқыған. Әбілхан учился в Алматы и Москве. Ұстазы оған бояу мен қылқалам сыйлаған. Его учитель подарил ему краски и кисть. Ол танымал, дарынды суретші. Он известный и талантливый художник. Әбілхан Қастеев атақты суретші болды. Әбілхан Қастеев был известным художником. Енді тапсырмаларға көшейік. Үшінші тапсырма, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді жаз. Вместо многоточек пишем нужные слова. Оқушылар, сіздердің алдарыңызда диаграмма берілген. Осы диаграмманы толтырамыз. Например, Әбілхан Қастеев суретші. Көп нүктенің орнына атақты немесе дарынды деген сөздерді қоюға болады. Яғни Әбілхан Қастеев атақты суретші. Әбілхан Қастеев известный художник. Дәл осылай қалған екі диаграмманы толтырамыз. Келесі тапсырма, оқушылар. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Вместо многоточек пишем нужные слова. Төменде қажетті сөздер берілген. Нужные слова: тұлға, суретші, үйірмесіне, табиғаттың қарындаштары. Мен болғым келеді. Мысалы, мен суретші болғым келеді. Дәл осылай қалған сөйлемдерді дәптерімізге жазамыз. Ребят, это задание пишем в тетрадь. Оқушылар, бүгін Әбілхан Қастеев туралы өткен сабағымызды түсінді деп ойлаймын. Рахмет.